тауда арасанның киесі екен ғой осы. Мына Серікбай бастап мынаның бәрін бекітіп жатады ғой. Уақыттың суын алып жатырмыз. Тастың ортасынан шығып отыр. Уақыттан су алып қайтып, отыратын жері бар екен. Бәленбай тұрдық. Су алып отыр. Беседка жасап, ана жақтан елдер алып отыр. Шүріға да шөді. Кімге көрсетесің? Ертең ютубта жүресіздер. Тиктокка сәлем. Менің подписчиктеріме. Қасиетті бұлаққа келдік те. Бұлақтың тарихын айтып жүрмедіңіз, апа? Бұлақ тауда үлкен бұлақ арасан бар. Сол арасанның осы баласы. Мына жарықтық содан келіп шығып жатыр. Ана жақтан келе ма? Иә, қасиетті арасан болсын, өш жерден баласы шығыпты ғой. Өш жер қасиетті арасан болсын, мынаны бәрін қоршап, міне, баласыға жабылып, мынаны қоршап қойды. Ел демалады, бұлақтан су ішеді. Бұлақтың басын тазалап тұрады екен, е? Иә, бұлақтың көзін ач дейді. Көзін ашып тұрады. Бұлақ көрсең, көзін ашып тұрген осы екен. Тауда қасиетті бұлақ бар. Ол бұлақтың, ол арасанның мына еңбектеп жүре алмай барған адам жүріп кетеді. Тілі шықпаған бала көтере алмай жүргендер бәрі. Қазір ол арасанға жол ашып қойды. Мәшіне аңғарып келеді. Бірақ өрге барғанда жатасың. Нең тілеуіңді тілеп, малыңды сойып, жетін аныңды салып, таза болып барасың. Егер не адам болса, жыланы бар, кіргізбей қой. Жыланды. Жаным, шашып қой. Қасиетті бұлақтан жак ойлайымды. Құдай, осы бұлақтай өніп өсіп өркендеп, өмір тұлық болып жайнап. Бұлақтың суағы. Өсіп өнсін. Осы бұлағым жак ойлайыма ем болсын, енді сау болсын, бала шағасы аман болсын. Жалғыз тұр ғой мен жалғыз. Қайсы жалғызы қайсы? Мынау емес па? Осы ма жалғыз? Нет, осы. Осы ма? Ем ғой бұлақ. Ана ел не дейді? Күштігі.